Есте жоқ, ескі заманда патша баласы Айбар мен уәзір баласы Қайсар айырылмас дос болыпты. Содан мезгілі жетіп әкелері бірінен кейін бірі дүниеден озған соң, екеуі де олардың орнын басады. Жас патша аңшылыққа бала кезінен өте құмар екен. Күндердің бір күні қансонар болғанда екі дос нөкерлерін ертіп аңға шықпақшы болады. Сөйтіп аттарын жүгендеп, ас ауқатын түгелдеп, құрал саймандарын қайрап әбден дайындалады. Қылышын қайрап отқан Айбар абайсыздан саусағын енді іске аспайтындай қылып кесіп алады. Мұны көрген Қайсар: «Бұл сізге бір жақсылық болсын», дейді. Оқыстан тап болған істен әлі еш шимаған Айбар бала кезінен бірге өскен досының табалап тұрғанын естігенде ашудан түтіп, сол жердақ оның қолына кісен салуға бұйырады. Қайсар міз бақпастан әлгі сөзін қайталап: «Бұл маған бір жақсылық болсын», дейді. Арада қыс өтіп, жаз келеді. Үйреніп қалған адам қарап отыра ма? Тағы да саятқа шыққан Айбар ғайыптан тайып, Медиен шөлді адасып жүріп, жабай адамдарға тап болады. Олардың әдеті бойынша қолына түскен жат адамды өздерінің тастан жасап алған жалған құдайларын арнап құрбандыққа шалады екен. Жалмажан барлығы жұмылып, ханның қол аяғын бағанға байлап, шөпшек теріп әкеліп, от тұтата бастайды. Жан беру оңай ма? Айбар Аллаға жалбарынып, иманын айтып тұрған сәтте аяқ астынан жабай адамдардың бірі айқай салады. Серіктерінің аш айқайын естіген тағылар үрпейсіп, әлгіндегі қарбалас қимыл саптынады. Сөйтсе олардың заңы бойынша құрбандыққа шалынатын адамның 12 мүшесі түгел еш кінәрат кемшіліксіз болуы қажет екен. Әлгі жабайы ханның молақ қолын байқап: «Мынау құрбандыққа жарамсыз!» деп қышқырыпты. Содан не керек? Ажалы жоқ хан есебін тауып құтылып еліне жетеді. Келсе, уәзір әлі зынданда отыр екен. Досын дереу босаттырып, хан былай дейді: «Досым, сені қорлап зынданға қамағандығыма Аллах үшін кешірім сұраймын», деп баяғы сөзінің мәнісін сұрайды. Сонда уәзір былай деп жауап береді: «Хан ием, не нәрсе болса да Алланың қалауымен болады. Алла тарапынан қандай қиындық келсе де сабыр танытып, ақырын қайырлы етуді сұраған жөн. Саусағыңыз кесілгенде, бұл сізге бір жақсылық болсын деп айтқан дұғам қабыл болды ма? Кім білсін, сіз міне бір бәледен құтылдыңыз. Ал мен сені қамағанда, бұл маған бір жақсылық болсын дегеніңнің мәнісі не?» Қайсар сонда: «Қамалғаным мен үшін жақсы болды. Егер қамалмағанымда, мен сіздің қасыңызда болатын едім. Жабайлар сіздің орныңызға қол аяғы бүтін мені құрбандыққа шалар еді. Сөйтіп мен де бір ажалдан құтылдым. Біздің жек көрген нәрселеріміз біздер үшін қайырлы болуы мүмкін. Ал жақсы көрген нәрселеріміз біз үшін жаман болуы мүмкін. Алла біледі, біз білмейміз».